Фактчек KZ 2022 жылдың 20 қарашасында өткен президент сайлауында Алматыдағы сайлау учаскелерінің мүгедектігі бар адамдарға қаншалықты қолжетімді екендігін тексерген. Нәтижесінде көп учаскенің жағдайы қиын, мүгедектігі бар адамдарға жағдай қарастырылмаған деген қорытындыға келген. Редакциямыз 19 наурыздағы мәжіліс пен мәслихат депутаттарын сайлауда дәл сол учаскелерді тағы бір аралап, не өзгергенін тексерді. Номері 29 сайлау учаскесінің қолжетімділігі жақсарып қалған. Пандус ыңғайлы, тактильді жолға бөгет жоқ. Біз 2022 жылы тексергенімізде тактильді жол үстінде баннер қойылған еді. Мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетханада ашық және ыңғайлы. Тек шақыру батырмасында Braille шрифті жоқ. Алайда көзі көрмейтін адамдарға арналған дауыс беру бюллетендердің трафареттері тек қазақ тілінде жазылған, орысшасы жоқ. Сайлау учаскесінің өкілдері аумақтық сайлау комиссиясы осы трафаретті ғана берді дейді. Номері 508 учаскенің пандусы мен есігінің табалдырығы биік және есіктің өзі тар. Есік алдында шағын ғана тактильді жол төселген, бірақ учаске спортзалда орналасқандықтан ішінде тактильді жол мүлде жоқ, ал шақыру батырмасы ыңғайсыз орнатылған. Учаскенің ішінде мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетхана жоқ. Комиссия мүшелері оны ғимараттың басқа жағында екендігін айтты. Оған баратын жолдың өзі биік табалдырық пен тар есік секілді проблемаға толы. Учаскеде көзі көрмейтін адамдарға арналған трафарет дайын емес. Командамыз оны сұрастыра бастағанда ғана комиссия мүшелері іздестіріп, тауып алып келді. Қызығы, трафаретте мәслихатқа үміткер депутаттардың тізімі барда, мәжіліске үміткер депутаттардың тізімі жоқ. Комиссия мүшелері мұны басқа учаскеге алып кеткен болуы керек деп жылы жапқысы келді. Ал номері 554 сайлау учаскесінің басшылығы алғашында бізді команданы учаскеге кіргізуден мүлдем бас тартты. Біздің участықта емессіздер. Алайда қандай заңға сүйеніп, жолымызды бөгегенін түсіндіре алмады. Бақ туралы заңдағы журналистер құқығы туралы айтқанымыздан кейін ғана учаскеге жол ашылды. Учаскенің шақыру батырмасы пандустың оң жақ қапталында ғана орнатылған, сол жағында жоқ. Пандустың өзі орташа деңгейде. Тактильді жол ғимараттың сыртында бар, бірақ учаскенің өзі асханада орналасқандықтан онда тактильді жол төселмеген. Учаскеде көзі көрмейтін адамдарға арналған трафаретте тек мәжіліске үміткер депутаттардың тізімі бар, мәслихат тізімі жоқ. Мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетхана бар, алайда іші талаптарға сай емес, тұтқалар дұрыс қойылмаған. Ал номері 38 сайлау учаскенің пандусы ыңғайлы және тактильді жол мүгедектігі бар адамдарға арналған кабинаға тура келеді. Алғаш тексергенімізде бұл да болмаған. Ғимараттың сыртқы есігі тар және ыңғайсыз күйінде қалған. Бұл учаскенің трафаретінде де мәжіліске үміткер депутаттар тізімі бар, мәслихатқа үміткерлердің аты жөні жоқ. Мұнда да мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетхананың есігі тар, ішінде жағдай жасалмаған. Сайлау комиссиясы мұндай жағдайды ғимараттың ескілігі мен қаражаттың жоқтығынан дейді. Номері 247 сайлау учаскесінің пандусы орташа, ыңғайлы деңгейде. Кіреберісте ғимараттың мнемо схемасы бар. Тактильді жол ғимараттың іші мен сыртында болғанымен, учаскенің өзі спортзалда болғандықтан онда тактильді жол жоқ. Оның үстіне есіктердің табалдырығы биік. Мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетхана ыңғайлы. Ғимараттың басқа есіктерінде де Braille шрифтімен тақтайшалар қойылған. 2022 жылғы сайлауда бұл да болмаған. Трафаретте тағы да мәжіліс тізімі бар, мәслихат тізімі жоқ. Номері 339 сайлау учаскесі де алдыңғыға ұқсас. Ғимараттың кіреберісіне мнемо схема қойылған, пандусы ыңғайлы, тактильді жол учаскенің ішінде де, сыртында да бар. Тек кіреберісте есік ауыр және тарлау. Мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетханасы ыңғайлы, ал трафаретте тағы да мәжілістегі креслоға үміткерлердің тізімі болғанымен, мәслихатқа үміткерлер тізімі жоқ. Номері 364 сайлау учаскесінің пандусы жоқ.
оның орнына механикалық көтергіш тұр. Алайда оның жұмыс істейтіні күмәнді және оны қосып пайдалана білетін адам шықпады. 2022 жылғы тексерісімізде де осындай жағдай болған. Мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетхана талаптарға мүлде сай емес, себебі оның ішінде үлкен сатысы бар. Учаске басшылығы ғимараттың ескі екенін, жаңа әжетхана жасауға қаржы жоқ екендігін айтады. Учаскенің жағымды жағы деп тек тактильді жолдың барын айтуға болады. Трафаретті мәжіліске үміткерлердің тізімі бар, мәслихатқа үміткерлердің тізімі жоқ. Командамыз барған соңғы номері 462 учаскесінің пандусы орташа деңгейде орнатылған, ыңғайлы. Дегенмен оның тактильді жолы жоқ, себебі учаске акті залында ұйымдастырылған. Ал мүгедектігі бар адамдарға арналған әжетхана ғимараттың басқа бөлігінде орналасқан. Ол айтарлықтай ыңғайлы. Трафаретте мәжіліс тізімі бар, мәслихаттың тізімі жоқ. Жалпы алғанда аумақтық не орталық сайлау комиссиясы алғашқы тексерісімізге назар аударғанға ұқсайды. Себебі қолжетімділік айтарлықтай жақсарған, бірақ әжетханаларды жөндеу секілді қаржы талап ететін жұмыстар әлі бар. Учаскелердің қолжетімділігін жақсарту үшін алдағы сайлауларда жұмысымызды жалғастырамыз.